Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл осындай өте керемет болып шығатын, булочкадай болып шығатын капуста мен пирожки дайындайтын боламыз. Олай болса, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ұнымызға қант пен ашытқымызды салдық, үстінен сұйық майымызды құйып, және менде бешбармақтың сорпасынан қалған сорпаның майы болған, сол майды қостым, үстінен қажетінше майонез салдым, және жылы суды аз-аздан құя отырып, өте жұмсақ, воздушный қамыр илейміз. Мен ең алдымен лопатканы көмегімен илеп алдым, содан кейін қолдың көмегімен жақсылап отырып илеп алдым. Осымен менің қамырым дайын. Осы қамырды дастарханның үстінде иек қанғанша илеп алатын боламын, және табаққа салып, үстінен ерітілген сары майды құйып, жақсылап отырып басамыз. Осы қамырымызды жылы жерге 1,5-2 сағатқа орамалмен орап, бетін пищевой пленкамен жауып қалдыратын боламыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындаймыз. 1 кішкене пиязбен 1 бас чеснокты майдалап турап алдым. 1 сәбізді іріккіштен өткізіп алдық, және капустаны дәл видеодағыдай майда бөліктерге бөліп турап алдым. Осымен менің салмасына қажетті заттарымның барлығы дайын. Келесі кезекте табамызға сұйық майымызды құйып, пиязымызды сары әдемі түске енгенше қуырып аламыз. Үстінен чеснокты салып қуырамыз. Сәл қуырып алғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Сәбізден кейін туралған капустамызды салып, жақсылап араластырамыз, және үстінен паприка, тұз және қара бұрыш салып, жақсылап отырып араластыратын боламыз. Үстінен томатымызды салып, осы капустамыздың қақпағын жауып 5-10 минут булап аламыз. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз көтеріліп ашыды, өте воздушный, керемет қамыр шықты. Осы қамырымызды қажетті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен орташа пирожки жасаймын, сол себепті осындай бөліктерге бөлемін. Қалауларыңызға қарай бөліп алсаңыздар болады. Осы қамырларымызды дәл видеодағыдай күлшелеп шығамыз. Қолдың көмегімен қамырларымызды жаймалап, үстінен суып тұрған капустамызды салып, пирожкилерімізді дайындап алатын боламыз. Дәл осындай әдемі пирожкилер шығады. Барлық пирожкилерді осылай дайындап алуға болады. Ешқандай да ұнды және сұйық майды қажет етпейтін, өте керемет болып шыққан қамырымыз. Барлығын жасап алғаннан кейін пештің ыдысына салып, бетіне жұмыртқа жағып және күнжіт себелеп 180-200 градуста 15 минуттай пісіріп алдық. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын, өте ыстық болып тұр, иісі керемет. Дайындап көруге кеңес беремін, жұмсақ. Ортасын бөліп көрсетемін, өте тамаша болып шыққан. Дайындап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, дәл осы видеомен достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, сіздермен бірге керемет рецептерде кездесетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.